Саламатсыздар ма? Менің есімім Бақытжан Кемалханұлы. Мен тендер саласында 7 жылдық тәжірибем бар. Осы 7 жылдың ішінде 5 миллиард теңгеден астам тендер ұтып, соны орындағанмын. Бүгінгі тақырып, мысалы тендерге триллиондаған ақша бөлінсе, соның тең жартысы работаға бөлінеді. Білесіздер ғой, жолдар, канализация, мектеп соғу, айта берсек көп. Сол работаға қалай қатысуға болады, қалай табыс табуға болады. Яғни бүгін 3D заявка береміз. Осын көрсететін боламын. Ендеше тақырыпқа көшпес бұрын, осы видеоға лайк басып, YouTube, Instagram аккаунтына тіркеліп, комментария жазып кетіңіздер. Кім видеоның соңына дейін қараса, соған жеке менен бонус болады. Бізде тендер саласында жүрген кісілер тендерге қатысам дейді, тек қана товарға қатысады. Бізде товарда былай айтайын, запрос ценовых приложений деген бар, ол тақырыпта қозғалады алда видеода. Сол жақта товар болады. Ноутбук сатып алдың, заказчикке алып бардың, үстіне пайданы қостыңда, апардың, заказчик саған ақшаны аударады, соның үстінен өз пайданы көресің. Но соңғы кезде байқағандай, қазір конкуренция өте көп. Тендершілердің 80-90% товарда және запрос ценовых приложений отырады. Үстінен қосылатын пайда, мысалы, сіз товарда 500 мың теңге сатып алсаңыз, соның үстінен 15-20-25% маржа. Яғни 20% маржа үстінен ол 600 мың теңге қатысады да, соның үстінен 100 мың теңге пайда. Но бізде работа деген бар ғой. Ол работада тендердегі тең жартысы работа. Және аз мөлшерде услуга. Сол работа услугада бізде миымызда миф қандай? Ол жақта тек қана көкең, танысың, сенің бір әкімің досың или ағаң болу керек. Сол арқылы ғана өзіңе забронировать етіп, уже ол жақта болды, сен қатыссаң, сен ғана ұтасың деп келіскеннен кейін, сіз қатысасыз рұқсат алғаннан кейін. Содан кейін сен ғана ұтасың деген бізде миф бар. Ал біз ол мифті жойғымыз келеді. Яғни тендерде работаны жөндеп санасаң, және үстінен пайдаңыз қосасын, заңды түрде ұтуға болады. Мен сіздерге ең оңай сол ценовканы өзін көрсетсем ба деген бүгін видео жазып отырмыз. Ендеше өтекі видеоға, мынау менің госзакуптегі жеке кабинетім. Мысалы, Кемалханұлы Бақытжан, біз қалай работаны іздейміз, қандай критерий бойынша работаны іздейміз, соны талқылаймыз. Закупки, поиск лотов. Осы жерде бізде фильтр бар. Қандай фильтр таңдаймыз? Наименование деген жерде бізге қажетті жұмыстың аты, товар, немесе услугының атын жазсаңыз шығады. Номер лота. Бізде тендерде жалпы екіге бөлінеді. Объявление арқылы іздеуге болады, және лот арқылы іздеуге болады. Объявление арқылы іздеу деген ол жалпылама жазылады. Мысалы ретінде закуп канцелярских товаров. Нақты бір работа немесе товардың аты жоқ қой. Немесе закуп лекарственных средств. Немесе государственные закупки ремонтов зданий. Яғни объявление осылай жалпылама жазылады. Ал енді лот арқылы іздейтін болсаңыздар, лот нақты товар болатын болса, скотч, бумага А4, мысалы задвижка, мысалы насос, нақты жазылады. Принтер, работа қатысты, текущий ремонт здания школы, немесе благоустройство, немесе устройство пандуса. Яғни лот пен объявление сіздерге айырмашылығын көрсетіп қойған. Еңістіру деген қажет жоқ, бұл заказчиктер қажетті. Өз әр товар, работа, услуганың өзінің 20 сандық сан бар. Сол арқылы меха терсең шығады. Способ закупки. Бізде запрос ценовых приложений бар, открытый конкурс бар, және аукцион. Осы үш основной. Қалғандары бұл жерде тәжірибелі тендершілер қатысады қалғандарына. Оны бөлмей қойын, бүгін тақырып нақты работа жайлы. Статус бұл уже ойнатылып қойған ба, немесе енді ойнатылып жатыр ма, осы статусты осы жақтан теріп табуға болады. Место поставки нақты қай қалаға, қай қаланың тендерлері бізге қажетті. Мысалы, АЛМ деп жазсақ, бізде уже Алматы қаласы, облысы, немесе әр райондарға бөліп табуға болады. Заказчиктің бинін жазсаңыз, нақты қай заказчик тендер ойнатып жатқан табамыз. Мына жерде қандай суммадан бастап тендер қажет, және сумма закупки по қандай суммаға дейінгі тендер қажет. Предмет закупки товарға қатысқыңыз келе ма, услуга қатысқыңыз келе ма, немесе работаға қатысқыңыз келе ма. Яғни осыларды фильтрға жазып, біз өзімізге қажетті тендерлерді іздеп тапсақ болады.
Енді бізге работа қажет, иә? Мен сіздерге, яғни қай работаны көрсетейін деп жатырмын. Ең оңай. Жалпы принцип бар ғой. Біз егерде сразу 20 қап көтеретін болсақ, бізге ауыр болады, көтере алмай қаламыз, иә? Ал егер күніге аз-аздап, бірінші 20 килограммдық, одан 50 килограммдық, одан кейін 2-3 қап өстіп көтеріп, біз бір жерге жинасақ, жеңілдеу болады. Сол сияқты тендерде работаның бірінші ең оңайы құжат жинамайтын тендерлерді сіздерге көрсетемін. Және қалай қатысуға болады, қалай заявка беруге болады. Яғни ішіндегі дефектный акт және смета дегендерді талдап көрсетемін. Бізге керегі оңайы запрос ценовых предложений. Статус опубликован, прием ценовых предложений. Бұл статус таңдаймыз. Және предмет закупки товар емес, услуга емес, работаға галочка қоямыз. Болды. Сумманы пока белгілемеймін. Біз енді осыны найти деп басқан кезде бізде работаның неше түрлісі шығады. Енді талдап көрейік. Бірінші работа шыққаны ғимаратқа техникалық тексеру жүргізу. Работа по техническому обследованию. Яғни недвижимость тексеру 623 мың теңге. Изготовление почетных грамот. Яғни типография распечатка жасайсың, қанша кетеді шығын санайсың, үстіне пайдаңызды қосасыз, қатысасың. Көшеге освещение салу, ол да бар екен. Қалай ойлайсыздар, осы освещение қатысу ма? Работа по строительству систем уличного освещения деп тұр ғой. Осыған қатыссақ, сіздерде жұмысшы болу керек па? Тендерге қатысу үшін. Иә, әрине жұмысшылар істейді ғой. Бірақ тендерге қатысу үшін жұмысшылардың құжатын қысыру керек па? Екінші, жұмысқа қатысу үшін сізде спецтехника болу қажет па? Үшінші, осы освещение жұмысына қатысу үшін, яғни сізде опыт, баяғыдан істеп келе жатқан, немесе құрылысқа лицензия қажет па деген сұрақ. Мен айтайын, бәрінде осындай қорқыныш. Дәл осындай барлығында қорқыныш бар екен. Бірақ мен айтайын, осыған қатысу үшін осыған біреуде қажет жоқ. Прямо біреуде қажет жоқ. Кеше ашылған ИП, кеше ашылған ТО болсаңыз, уже смело қатыса бересіз. Мен қазір сіздерге осыны дәлелдеймін. Тағы қарайтын болсақ, работы по ремонту и изготовлению окон. Кімде пластик терезе жасайтын цех болса, қатыссаңыз болады. Работы по установке оборудования и инструментов, предназначенных для людей с ограниченными возможностями. То есть бұл жақта қарау керек не екен, ішіне кіретін болсақ, маған да қызық негіз, бірақ бірінші өтіп шығайық. Благоустройство территории зданий по адресу улица Жамакаева. Так, благоустройство бар екен, жалюзи жасау бар екен, сигнализация орнату бар екен. Қараңыздар, сізде ашин бар ғой, бензопила бар ғой, бензопила мен ағаштарды кесу жұмыстары бар екен. Кез келген разнорабочийларға дейін жұмыстары бар. То есть сіз үйде отқан просто бензопиланы сатып аласыз базардан, 30-40 мың теңгеге уже ИП ашасыз, тендерге қатыса бересіз. Көріп отырсыздар ғой? Бұның барлығы жұмыста. Осындай табличка жасау бар, герб жасау бар, кондиционер орнату бар, пандус жасау бар, установка футбольного поля в поселке бар, изготовление установка флажков бар. Мен қазір примерно сіздерге 3 тендерді талқылайық, 3 тендер. Мен как раз соның біріншісі побелка, покраска спортивных площадок. Қолыңызға кесечка аласыз да, қалай ағашты бояуға болады. Ағашты просто бояп шығасыз, побелка. Міне, побелка, покраска. Мен істеймін, осы тендерге кіреміз. Бастым, 329 мың теңге берген. 40 секунд қалды. Үлгермейміз, 38 секунд. Енді тендерге кірсек, мына жақта мынандай нәрсе бар екен. 3 участник. Егер де сіздер работа қатысып жүрген араларыңызда болса, ол жақта бізде не? Мақта 15-20 адам қатысып жатқан адам болса, мына жақта работада 3 адам қатысатын, 21 секунд қалды бітіруіне. То есть бұл жақта санап, в принципе, сіздер қатыссаңыз болады. Үлгермейміз, әрине басқасына қатысамыз, но разбор жасап көрсетейін деген сіздерге. Мына бетте не түсінеміз, не қараймыз? Бұл жерде бастапқы бет, сол тендердің, бірінші рет ойнатылып жатыр, работа екен. Осы тендерді ойнатып жатқан организатордың аты, адресі, суммасы және заказчиктің представителінің аты жөні, яғни әкім екен, почтасы және банктық реквизиттер. Бұл общий сведения. Лотыға кірсек, бұл жақта кішкене детально жазылған болады. Яғни малярный жұмыстар екен,
329 мың теңге берген. Осыған ақпарат. Документацияға кіреміз. Осы жақта документацияны қарасақ, технический спецификация деген жерде біз жүктейміз. Неге? Осы жерде заказчикке қажетті жұмыстар жазылған. Соны біз қарап оқып шығамыз, танысамыз. Танысқаннан кейін, яғни бізге пайдалы ма, пайдалы емес па, қанша жұмысшы керек, соны қараймыз. Мына жерде жазылып тұр. Жұмыстарды орындау шеңберінде қандай жұмыстар атқарылу керек. Яғни Ағыбет елді мекенінде жолдың бойындағы бір аялдаманы сырлау, 6 дана көрнекілік бағаналарын сырлау, 123 электр бағанасымен 1,5 метр ұзындықтар жазылған, 5 көше жарықтарын дейді, актеп шығу керек. Яғни осы жерде бізде қай остановка бар, қай столбтар бар, қай солады, қанша ағаш бар, соның барлығын актеп шығу керек. Сол жұмыстары жазылған. Соған 329 мың теңге берген. Яғни 15 күн ішінен соны істеп тастау керек. Біз санаймыз, яғни разнорабочиймен келісеміз. Сол разнорабочийға күндікке ақша береміз да, күндікке может 10 мың теңге береміз ба, оған план қоямыз. Мысалы 5 күнде бір аптаның ішінен соны бояп шығу керек. Мүмкін машина қажет болады. Мысалы ретінде егер санайтын болсақ, 10 мың теңге 15 күнге 150 мың теңге кетеді. 150 мың теңгенің үстіне біз мысалы 150 мың теңгенің үстіне 329 мың теңге берген, 100 мың теңге қосамыз, сонда 250 мың теңгеге тендерге қатысып 100 мың теңге таза пайда. Яғни 15 күн ішінде. Еще оны сіз істемейсіз, разнорабочий жалдайсыз, күндік ақшасын бересіз, в принципе қатыса бересіз. И мына жақты қарасаңыздар, бізде заказчик ешқандай лицензия сұрап тұрған жоқ, ешқандай жұмысшының құжаттарын сұрап жатқан жоқ, ешқандай техника болу керек деп сұрап жатқан жоқ. И қатысушы саны шақ адам. Конкуренция өте аз. Өздеріңіз байқап отқандай. Бұл бірінші тендер. Жоғары жақтағы, мысалы, работа по ремонту зарядного устройства 450 мың теңге берген. Яғни установка прибора учета ол да берілген. Мен даже айтайын, мынаған уже міне ЗЦП 3 деп тұр ғой. Бұл нәрсе деген бұл тендерге уже 3-ші рет қатысып жатыр. Бірінші рет емес. Әр қатысқан сайын адам ешкім қатысып жатқан жоқ. Дорожный знактар жөндеу, канализация трубаны жөндеу 4 миллион теңге берген. 10 минут қалды, 3-ақ адам қатысып жатыр. Мен сіздерге айтып жатырмын ғой, работада конкуренция өте аз. Себебі қаншама триллион ақша бөлінсе, соның тең жартысы работаға бөлінеді. И көп адам, тендерге қатысып жүрген адам, сол работада уақытта тек қана пара арқылы, адаммен келісу арқылы қатысады деп ойлайды. Міне, қарап отырсыздар ғой. Мынау канализацияны жөндеу. Тағы документациясын қараймыз. Тех спецификациясын қараймыз. Қытайдан тауарын қараудың қажеті жоқ, Ресейден тауар қараудың қажеті жоқ, Қазақстаннан поставщик іздеудің қажеті жоқ. Яғни жұмысшылар жалдайсын, материалға қанша ақша кетеді қарайсын, соны қатысасын. Үстіне пайданы қосасын, орындағаннан кейін работада маржа көп. Яғни көп маржалы пайда көресің. Капитальный ремонт дейді, лицензия қажет жоқ бұл жерде. Яғни бұл жақта заказчик деп жазған басында, канализация деп тұрған ғой. А тех спецификация кірсеңіздер, бұл жақта ремонт деп жазылған. Яғни единица измерения берілген қанша штук істеу керек. 194 метр квадрат, 65 метр квадрат, демонтаж, имонтаж, канализацион труб диаметрін 100 мм. Яғни осы жұмыстар, то есть маяқта жазылған количествода, мысалы қанша метр квадрат істеу керек, осының бәрін жасайсыздар. Санайсыздар, өзіңіздің пайдаңызды қосасыздар и қатысасыздар. Бұл мен сізге разбор жасадым. Тағы бір разбор жасап жүрейін. Оның алдында менде не болды? Ағаш бояу болды. Мынау бізде не болды? Канализация болды. И осының жұмыстар өте көп. Міне қарасаңыздар, не компьютер жөндеу де бар екен. Ремонт компьютеров и оргтехники. Араларыңызда не болса, программисттер болса, тоже қатыссаңыз болады. Одан бөлек сварочный монтажный работай бар. Оған қатыссаңыз да болады. Работай по изготовлению мебели бар. Қараңыздар, бізде кім тәжірибелі тендерщик болса, товарда мынандай нәрсе бар. Мебель болса қатыса алмайсың, яғни закрытый.
Не үшін? Себебі ол жақта отандық өндірушілер қатысады. Текстиль, яғни спецовка, перчатка, даже веточ, тряпка, соларға тоже отан өндірушілері ғана қатысады. Дұрыс қой? Ал работада ол бар, и ол жаққа тоже любой адам қатыса береді. Байқап жатсаңыздар, әр тендерге работаларда конкуренция өте аз. Еще бұл ценовка ең оңайы. Мебель библиотеку, эскиз библиотеки, яғни осыны қарайсыз, тех спецификациямен танысасыз, танысқаннан кейін қанша ақша кететінін санайсыз да, уже қатыса бересіз. 1,5 миллион теңге берген заказчик, стеллаж, лесенка, высота 2-4 метр, стеллаж ромб, стеллаж с рабочей зоной, стеллаж лесенка, стол библиотекаря, стол овальный, полка. Яғни осылардың барлығын, осы мебель жасауға қанша ақша кетеді, үстінен пайдаңызды қосасыз да тендерге қатысасыз. Болды. И қарап жатсаңыздар, работаның бірде-біреуінде сіздерде не сұрап жатқан жоқ қой. Жұмысшылар болу керек, соның құжаты керек, маған спецтехника болу керек, сізде лицензия болу керек деген жоқ қой. Смело қатыса бересіз. Енді не істейміз? Осы мебельге заявка берейік, мебель. 25 минут. Ұтып кетпейік. Біз не істейміз? Осы бетте бізде сол жақта доступный действие деген бар. Создать заявку басамыз. Басқаннан кейін мына жерде бізде адрес. Автоматически бұл жерде юридический адрес, сіз қай жаққа тіркелгенсіз, сол адрес шығады. Соны тізімнен таңдайсыз. Банктік счет, тізімнен любой банктік счет таңдайсыз. Одан кейін телефон жазу маңызды емес. Далее басамыз. Галочка қоямыз, добавить выбранное. Далее басамыз. Қарасаңыздар, мына жерде бізде толтыратын бірақ жер. Обеспечение заявки. Ол не деген сөз? Сіз егер тендерге қатыссаңыз, мысалы 1,5 миллион теңге берген ғой, 1,5 миллион теңгенің 1% обеспечениясы салыну керек. Ол қалай? Қазір алда көрсететін болам. Пока біз заявка беріп тастайық. Осы заявка берген кезде біз неге мұқият қараймыз? Сол жаңа қызыл тұр ғой, крестик. Дұрыс қой? Крестик тұр, иә? Осы крестик бізде мына жерде тұр. Жасыл болу керек, галочка сияқты. Енді қайсын толтыру керек деген кезде, мына оң жағында тұр. Обязательно деген тұр. Яғни міндетті. Не обязательно деген бұл толтыру міндетті емес. Не обязательно қарасаңыздар, разрешение первой категории лицензии деп тұр. Яғни ол міндетті емес деп тұр. Бізге қажетті тек қана обеспечение заявки. Осының ішіне кіреміз, басамыз. Басқаннан кейін оң жағында добавить деген кнопка бар. Осын басамыз. Басқаннан кейін тізімнің ішінде біз екі құжаттың бірін таңдаймыз. Электронный банксе гарантия. Ол банк бізге береді, кепіл береді, ол емес. Және екіншісі деньги с электронного кошелька. Мен деньги с электронного кошелька таңдаймын. Таңдағаннан кейін менде шығады. Яғни заказчик 1,5 миллион теңге берді, соның 1% менде 15 мың теңге деп тұр. Соны я деп мақұлдау үшін сохранить деген кнопканы басамын да мақұлдаймын. Болды. Бұл сохранить етілді. Сөйтіп назад басамын. Тағы мына жерде сол жақта вернуться заявку басамын. Осы жерде обеспечение галочка шықты, жасыл шықты. Одан кейін далее кеттік. Болды, құжат толды. То есть работада бірақ құжат толтырасың, болды. Ол обеспечение заявки. И мына жерде баға береміз. Яғни 1,5 миллион теңге берсек болады. Біз санаған жоқпыз, бұл тестовый, яғни қалай заявка беруін көрсетіп жатырмын, бірақ бұған қатыспас бұрын барлық расходтарды санап жұмысқа кететін, үстінен пайдаңыз қосасыз да, и өзіңіздің беретін бағаңыз болады. Мысалы ретінде мына жерде 1 миллион шығын кетсе, үстіне 500 мың теңге пайда көру үшін мен 1,5 миллион теңге беремін. Жазғаннан кейін тағы бір тексерсеңіз болады, шынымен де 1,5 миллион ба, немесе 150 мың теңге жазып қойған жоқпын, осыны тексереміз. Я 1,5 миллион жазған екенмін. Одан кейін мына жерде подписать цены деген кнопка бар. Одан кейін өзіңіздің ЭЦП бар, ИП-ның немесе ТО-ның болады ғой, сонымен қол қоямыз. Қол қойылды. Қол қойылғаннан кейін мына жерде шығады. Ваши ценовые предложения успешно приняты. Далее басамыз. Басқаннан кейін мына жерде ең соңғы галочка қоямыз екі жерге. Яғни біріншісі, сіз барлық расходтарды санадыңыз ба деп тұр. Екіншісі, ертең ұтқаннан кейін заказчик бізбен договорға қол қояды ғой, сол договормен сіз таныстыңыз ба? Сол екеуіне галочка қоямыз. Бұл жақта қою, қоймау деген шанс жоқ, только қоясың. Қойғаннан кейін подать заявку. Болды. Бізде заявка берілді. Заявка берілген тексеруші оң жақта үстінде колокольчик тұр, қызылмен жанды. Осыған басқан кезде
бізде не деп тұр? Подача заявки на участие в закупках, яғни заявка берілді дейді. Болды. Дәл осылай работаға кіріп, тех спецификасымен танысып, расходтарын санап, работада конкуренция өте аз. Ойлаңыздар, сіздерге ақшаға үйрететін адамдар бар ғой, бірақ работаны үйрететін шыны керек почти жоқ. Яғни ол мен ақ үйрететін шығармын. Даже үйретемін десе ақшаға үйретеді, ал мен сіздерге осыны тегін беріп жатырмын. Қолданыңыздар, пайдалы болыңыздар. Ол үшін, яғни сіздерге ақпарат бердім ғой. Тағы да лайк басыңыздар, YouTube каналыма тіркеліңіздер, Instagram каналыма тіркеліңіздер, комментарий жазып кетіңіздер. Яғни кім келесі видеоға қызықты тақырып жазса, соны таңдамды видео шығарамыз, және сол кісіге менің тарапымнан 5000 теңге сыйлық ретінде беретін боламын.